Сәлем баршаңызға. Бүгін біз дәмі тіл үйіретін шашлық жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2-3 кило ет, қызанақ, приправа, тұз, пияз керек болады. Бәрін кубықтап турап аламыз. Етті де кубықтап турап аламыз. Ыдысымызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдымен етті, пиязды, помидорды бәрін араластырып аламыз. Тұз 2-3 қасық, дәміне қарай көресіздер. Араластырып болған соң 3 сағатқа маринадқа қоятын боламыз. 2-3 сағаттан кейін дәмін бір көріп, дәміне қарай тағы да тұз, приправа салатын боламыз. Дайын болған жақсылап араластырамыз. Барлығын көріп тұрғандарыңызға да видеода дайын болған маринадқа етімізді осылай салып шығамыз. Отты алдын ала дайындап аламыз. Содан сексеуілді күліне 30 минутқа, 20-30 минутқа шашликтерімізді қоятын боламыз. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәмі өте тәтті болады. Осы рецептпен жасайтын болсаңыздар.